Келесі сөз Саурыков Ерболат Байұзағұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мадиевна. Мен сұрағым министрлік өкіліне, құрметті Талғат Ілиясұлы. Бәрімізге белгілі, енді Қостанай қаласында бұл Челябі мемлекеттік университетінің филиалы Қазақстан Республикасының аумағында, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтарына да білім алатын студенттер даярлаумен айналысады. Қазіргі заманғы білім беру қызметі тек оқумен шектелмейді, сонымен қатар жеке деректерді өңдеу, ғылыми ақпараттармен жұмыс істеу және студенттерге әлеуметтік кепілдіктер берумен тығыз байланысты. Филиалда білім алып жатқан азаматтарымыздың құқықтарын, олардың жеке деректерін, академиялық және әлеуметтік құқықтарын қорғау Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қатаң тәртіппен реттелуі тиіс. Осыған байланысты келесі үш сұраққа жауап беруіңізді сұраймын. Бірінші, филиалда оқитын студенттердің стипендияларға, жеңілдіктерге, жұмыспен қамтуға қол жеткізу құқықтары қалай қамтамасыз етіледі? Сондай-ақ олардың жеке деректерін қорғау тетіктері қандай? Екінші, студенттердің шағымдарын беру және қарау рәсімі қалай реттеледі? Олар тікелей Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына жүгіне ала ма? Үшінші сұрақ, тараптар арасында деректер мен ақпарат алмасу қалай реттеледі? Бұл үдерісті заң бұзушылықтардың орын алған жағдайда жауапкершілік тетіктері қалай анықталады? Рахмет. Көп рахмет, Ерболат Байұзақұлы. Бізде енді мынау көп жағдайларда көп мәселе арыз шағымдарға байланысты болғандықтан біз дәл осы сұрақтарды келіссөздер жүргізу барысында қойдық. Сөйтіп, мынау келісім шарттың ішіне көрсетіп кеттік. Біріншіден, келісім шарттың ішінде қойылған көрсетілген бірінші мәселе бұл осы келісім шартта көрсетілген бүткіл міндеттемелердің орындалуын қадағалау екі министрліктің өкілетті органдарына жүктелген деп, соның ішінде ғылым және жоғары білім министрлігін көрсетілді. Екіншіден, осындай сұрақтар туындаған жағдайда екі тарап шешу мәселесі болған жағдайда екі жақтың біріккен комиссиясы қарайтын болады. Егер тек қана Қазақстандағы оқу әдістемелік мәселелеріне қатысты сұрақ болғанда, тек қана ол біздің министрлік қарайтын болады. Екіншіден, дәл келісім шарттың ішіне мемлекеттік бақылауды көрсетіп кеттік. Мемлекеттік бақылау ол ғылым және жоғары білім саласына өкілетті органмен жүргізілетін болады, және де барлық Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына қойылатұғын талаптарға сай жүргізіледі. Яғни, барлық жоғарғы оқу орындары мынау бізде профилактикалық бақылаудан өтеді, сол бақылаудан бұл университетте өтіп отыратын болады. Үшіншіден, жаңа сіз айтып отырған стипендиялар, жеңілдіктер деген мәселе. Бұнда қаржыландыруға келіп тіреледі. Филиал өз қаражаттан жұмыс жасап атқандықтан жеңілдіктер не болмаса басқа да бір осындай қаржылық тетіктерді пайдаланатын болса, ол филиалдың өзінің құзыретінде болады. Егер де басқа да қаржыландыру көздері өз есебінен әртүрлі гранттар беретін болса, оны да келісім шартқа көрсеттік, оған ешқандай шектеу қойылмайды. Көп рахмет.